Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау мақсатында қаржылық мониторинг агенттігі халықтың қарыздық жүктемесінің өсуіне жол бермеу бойынша жұмыс жүргізуде. Заңсыз микрокредит беру бойынша кең ауқымды схема ашкерленді. Ол еліміздің әр өңірінде 200-ге жуық филиалы бар комиссиялық дүкендер ретінде жасырынған ірі ломбардтар желісі арқылы жүзеге асырылған. Атап айтқанда, актив ломбард желісінің иесі Коинов сенімді адамдарына актив маркет брендімен тіркелген бірнеше компания рәсімдеген. Олар тауарлар мен тұрмыстық техниканы қабылдайтын комиссиялық дүкен ретінде көрсетілгенмен, іс жүзінде лицензиясыз ломбардтық қызмет, мүлікті кепілге қою арқылы қарыз берумен айналысқан. Комиссиялық дүкендер мен ломбардтар бір ғимаратта орналасып, бір персоналды пайдаланған. Заңнамаға сәйкес қысқа мерзімді қарыздар бойынша сыйақының ең жоғары мөлшерлемесі тәулігіне 0,13%-дан аспауға тиіс. Алайда Коиновтың компаниясы 15 күнге 16,2% сыйақымен қарыз берген. Бұл заңда белгіленген шектен 4 есе артық. Осылайша 100 мыңдаған азамат, соның ішінде зейнеткерлер мен аз қамтылған отбасылар қарыз тұзағына түскен. Соңғы 2 жылда заңсыз жоғары мөлшерлеме мен кепілдік қарыз беру арқылы 3,5 миллиард теңгеден астам қаражат заңсыз өндірілген. Түскен кірістерді одан әрі заңдастыру үшін Коинов байланысы бар компаниялармен бағдарламалық қамтамасыз етуді енгізу және сүйемелдеу бойынша жалған келісімшарттар рәсімдеген. Оның жалпы сомасы 1,9 миллиард теңге. Кейін бұл қаражат жеке депозиттік шотына дивиденд ретінде аударылған. Қазіргі уақытта еліміздің барлық өңірлерінде 200-ден астам тінту жүргізіліп, заттай дәлелдемелер алынды. Сотқа дейінгі тергеу жалғасуда. Өзге ақпарат қылмыстық процессуалдық кодексінің 201 бабына сәйкес жария етілмейді. Қарыз алушылардың назарына, қаржы реттеушісінің лицензиясы бар актив ломбард желісінің қызметі сотқа дейінгі тергеу нысанына жатпайды. Агенттік оның бірде-бір филиалын жапқан жоқ. Актив маркетке кепілге қойылған мүлікте тәркіленген жоқ, ол актив ломбардтың еншісінде. Сонымен қатар, қаржылық мониторинг агенттігі азаматтардан заңсыз сыйақы алу фактілері бойынша тағы да 14 істі тергеп жатыр. Күдікті ретінде 15 тұлға танылды. Осыған байланысты микрокредиттік қызметпен айналысатын кәсіпкерлерді қарыз алушылардың құқықтары мен заңды мүдделерін қатаң сақтауға шақырамыз. Азаматтардан заңсыз жоғары сыйақы мөлшерлемесін алған жағдайда кінәлі тұлғалар заңда белгіленген жауапкершілікке тартылады.